Англия ұлттық құрамасы соңғы әлем чемпионатында жартылай финалға дейін жеткен. Евро 2020-да финалда сүрінген. Ендігі кезек әлем чемпионатын ұтып алу. Негізі футболды ойлап тапқан ұлт ең мықты құрама ретінде тұғырға бір-ақ рет көтерілген. Енді Харри Кейн бастаған жігіттер аталарының 1966 жылғы ерлігін қайталай ала ма? Армысыздар, мен Бексұлтан Келімқосовпын, ал бұл 1x дода YouTube арнасы. Әлем чемпионаты басталды. Талай тамаша матчтарды бірге көреміз. Мықтылардың мықтысын анықтаймыз. 1x дода YouTube арнасында әлем чемпионатын ұтып алуы мүмкін топ 5 құрама жайлы айтуды жалғастырамыз. Кезекте ойыны қызықсыз болса да нәтиже беретін Англия құрамасы. Осының алдында Криштиану Роналду бастаған Португалия мен Лионель Мессидің Аргентинасына жақсылап тоқталған едік. Ронның да Мессидің де әлем чемпионатын ұтуға соңғы мүмкіндігі қалды. Оларға кім кедергі жасайлады? Фавориттер ішінде Англия бар. Кідірмей тұманды Альбионға қарай бет алайық. Дайынсыздар ма? Кеттік. I go, the people really want to know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. If I said it once, no need to repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Англия ұлттық құрамасында кілі жұлдыздар өнер көрсетеді. Харри Кейн, Рахим Стерлинг, Фил Фоден сияқты гол соғуды жақсы көретін ойыншылар АПЛ-да жасындай жарқылдап жүр. Енді олар ұлттық құрама жейдесінде тұғырға көтерілді. Қалайда топтық кезеңді сенімді аяқтап, бірінші орыннан плей-оффқа шығып, Сенегалға тап болған Англия құрамасы кемі финалға шығуды мақсат етеді. Гарет Саутгейт чемпион атануды ойлайды дегенге сеніміміз мол. Англия әлем чемпионатына іріктеуді мүдірмей өтті. Саутгейттің жігіттері іріктеу тобында бірде-бір матчта жеңілмеді. Польша, Албания, Венгрияны артқа тастап, мундиалға тікелей жолдама алды. Қызықсыз ойын көрсетсе де өте жақсы нәтижені тіркей білді. Тек соңғы ұлттар лигасында масқара болғаны көңіл түсіреді. Бәлкім Саутгейт ұлттар лигасының жолдастық турнирден артық емес деп бағалаған шығар. Екі матчта тең ойнап, 3 ойында жеңіліп, британиялықтар позор болып Б дивизионына ұшып кетті. Енді келесі ұлттар лигасында Қазақстанмен бір топта ойнауы мүмкін. Англияның құрамасына қарап, сөзсіз түрде финалға жетуге тиіс деп ойлайсың. Алайда Саутгейттің стилін түсініп, ағылшындардың қиналғанын ұғып әбіржіп кетесің. Ұлттық құрамаға дейін Мидлсбро мен Англия жастар құрамасын ғана жаттықтырған маман толағай табыстарға жетіп көрмеген. Гарет мырза 2013 жылы Англия жастар командасының тізгінін қолға алған. Евро 2015 турниріне қатысып, тіпті топтық кезеңнен араспады. 2016 жылы Сэм Эллердейс парамен ұсталып, жұмысынан қуған кезде негізгі құраманы уақытша Саутгейт баптайтын болып шешім қабылданды. Жаңашылдық әкелген стильный бапкерді жанкүйерлер қатты ұнатты. Бэкграунды әлсіз болғанымен оған көбі сенім артты. Саутгейт сол сенімді ақтады да ағылшындар 2018 жылғы әлем чемпионатының іріктеуінен еркін өтті. Ресейдегі доп додасында 28 жылдан бері алғаш рет жартылай финалға жетті. Сол жылдың ақпанында футбол қауымдастығы оны жылдың үздік бапкері деп таныды. Футболға қосқан үлесі үшін Британ империясының орденімен марапатталды. Ойыншы статусында да бапкер болып та Англия үшін 50-ден көп ойынды өткізген Гарет Саутгейтті басында ел қатты сыйлады. Саутгейт эмоциясын шығара алатын, сөйте тұра байсалды болып көрінетін бапкер. Оны футболшылар да мойындады. Ол да футболшыларға көзсіз сенім арта алды. Қандай да бір ауыр шешімдер үшін жауапкершілік ала біліп, команда ішінде дұрыс атмосфера қалыптастырды. Бастамасы тіпті де жаман болған жоқ. Әшейінде ешкімді жақтырмайтын британиялық бақ өкілдері де Саутгейтке жылы лебіз танытты. Саутгейт артқаны сенімді ақтады да. Себебі Англия оның баптауымен Евро 2020 турнирін ұтайын деп қалды. Тек пенальти сериясында Букайо Саканың мүлт кеткені бәрін құртты. Ал Саутгейт Саканы ойынға сақа ретінде шығарғанын ұмытпайық. Бұған дейін 11 метрден теуіп көрмеген Букайо трофейді Италияға сыйлады. Сол сәтте Саутгейттің хейтерлері көбейе түсті. Жоқ, ағылшындар финалға шыққанын өзі жақсы нәтиже санады. Алайда нәтижемен, бірақ бәрі қызық ойын көргісі келеді. Жұрт прагматикалық футболдан шаршаған. Фанаттар Саутгейттің бір провал болғанын аса күткендей сезіледі. Сөйтіп, жартылай ресми турнир ұлттар лигасында сүрінген құраманы ағылшындар аямады. Жерден алып, жерге салды. Енді Англия қатарда озбаса, бас бапкер жұмыс орнын босататыны Топтық кезеңнен кейін Англия ұлттық құрамасы әлем чемпионатын жеңеді дегенге 1xBet компаниясы 9,5 коэффициент беріп тұр. Егер әлем чемпионатына бәсекелеріңіз келсе, 1xBet компаниясын ұсынамын, 1x дода промокодын терсеңіздер, бірінші депозитке 200 теңгеге дейін бонус береді. Сілтеменің барлығы төменде, 1x дода промокоды сілтеме арқылы өтіңіздер. Сәттілік. Англия ұлттық құрамасы тарихта
бір мәрте әлемнің теңдессіз командасы атағына қол жеткізген. Сонау 1966 жылы Тұманды Альбионда өткен мундиалда қожайындар жеңіс тұғырына көтерілген. Топтық кезеңде 3 арыстан Уругваймен тең ойнап, Мексика мен Францияны 2-0 жеңген. Бірінші орыннан плей-оффқа шығып, Аргентинаға тап болды. Альбиселестені 1-0 ұтқан ағылшындар жартылай финалға жолдаманы жұлып әкетті. Ондағы қарсыласы португалиялықтар. Ақтық ойынға дейін Аль-Францияның командасы кіл мықтыларға тап болды. Финалда азулы ФРГ-ге қарсы ойнады. Теңдессіз таласта 6 гол соғылған. Ағылшындар жанкүйерлердің қолдауын сездіп, немістерді 4-2 тізе бүктірді. Джефф Герц хет-трик жасады. Бобби Мур кубокты көтерсе, оған оны королева Елизавета II табыс еткен. 1990 жылы Германия Англиядан қарымтасын қайтарып алды. Сол жылы ағылшындар жартылай финалда сүрінді. 2018-де де финалға бір табан қалғанда небәрі 4-ші орынды қанағат етуге мәжбүр болды. Қорытындыласақ, ағылшындар бір рет чемпион атанып, 2 рет 3-ші орынға таласқан. Басқа жетістіктері жоқ. Бәлкім биыл кубокты футбол отанына қайтаратын кез келген шығар. Топтық кезеңде ағылшындарға Иран, ақш пен Уэльс құрамалары қарсылас болады. Футбол емес, саясат жағы қатты қызықтыратын топ сияқты. Англия мен ақш, Англия мен Британияның басқа өкілі Уэльс, ақш пен Иран кім мықтыны анықтайды. Саутгейт бастаған жігіттер саяси топтан қиналмай шығып, саяхатын жалғастырады деп үміттенеміз. Англияның стилі, Гаррет Саутгейттің стилі кәдімгі британиялық футбол. Барынша жылдам әрі қарапайым ойнау. Көбірек навес шығару, мүмкіндігінше соққы жасай беру. Былайша айтқанда тепте зыт, шет тіліне аударғанда бейбеги. Бірақ ағылшындар қазір жақсырақ жүгіретін, тәуір навес шығаратын, барынша көп соққы жасайтын болған. Саутгейт бірінші нөмірде ойнауды мақсат етпейді. Жігіттер инициативаны қарсыласқа бері салудан қысылмайды. Әдетте 3-4-2-1 немесе 4-2-3-1 схемасында топ тебеді. Англия Иранға қарсы ойында 6 гол соғып тастады. Бір жағынан Иранның қақпашысы жарақат алып қалып, орнына шыққан голкипер 6 гол өткізіп алды. Сосын ақшқа қарсы ойында Саутгейт есеп қисабын қосып 0-0 есебі жеткілікті екенін дәлелдеді. Үшінші турда ағылшындар Уэльсті талқандап тастады. Маркус Рашфорд дубль рәсімдеді. Бұл құрамада мықты футболшылар көп деп айттық. Енді сол күштілерге кезек-кезек тоқталып өтсем. Англияның жұлдыздары. Әлбетте әлқиса деп Харри Кейннен бастаймыз. Ұлт үміті Харри Кейн Англия футболының басты символы. Дауыл болып бұрқыраған Кейн қазір шыңдалған шағында. Капитан ұлттық құрама жейдесінде 75 матчта 51 гол соғып тастады. Статистиканың өзі-ақ бәрін айтып тұр. Соңғы кездері центр форвард плеймейкер қызметінде өнер көрсетіп жүр. Кейн орталық зонаға түсіп, допты алуға өзі ұмтылады. Яғни дайнасқа тық қасып болмай, өз асын өзі даярлауға ниетті. Топтық кезеңде бірде-бір гол соқпаса да, гол соғылуына зор себепкер болып жүрді. Англияның шабуылындағы астратаға жауап беретін басты күш Рахим Стерлинг. Ол сол қапталда және ортада ойқастап өнер көрсетеді. Рахим өте жылдам футболшы. Дриблингі мықты. Қарсыластың қорғанысын жалғыз өзі талқандап тастай алады. Стерлингке қарсы қапталда ағылшын вундеркинді Фил Фоден ойнайды. Фоденді Гаррет Саутгейт қатты жақсы көреді. Клубта Пеп Гвардиола да Филді баласындай сүйеді. Вингер Манчестер Сити сапында дебют ойынын 17 жаста өткізген. Мен көрген футболшылардың ішінде ең таланттысы Фил Фоден. Одан асқан мықты тинейджерді көрген емеспін деген еді Пеп Гвардиола. Гвардиола ағылшындық футболшы болашақта алтын допты алатынына сенеді. Соңғы рет Англия азаматы алтын допты 21 жыл бұрын иеленген еді. Фоден өте техничный және ақылды футболшы. Жасы небәрі 22 жаста болса да, Манчестер Ситидің негізгі ойыншысына айналып лидерлер қатарында табылды. Ұлттық құрамада да ол мықтылар тізімінде. Англияның мықты тұстары ағылшындар жылдам ойын көрсетеді. Соның септігі де тиіп, олар былтыр Евро финалына жеткен. Оған қоса футболшылар сол жылдамдығын тиімді пайдаланады. Яғни шешуші сәттерде ғана турбо режимді қосады. Супер прессинг жасайтын немесе 90 минут бойы талмай жүгіретін Англияны көре алмайсыздар. Футболшылар алғашқы 15 минутта шапшаң бастайды. Сосын эконом режимге өтеді. Харри Кейн бастаған шабуылшылар батыл әрі сенімді ойнайды. Әрбір ойыншы жеке дара дриблингін паш ете алады. Саутгейт бұған рұқсат беріп қойған. Стерлинг, Кейн, Фоден, Беллингем кез келгендері тізгінді қолға алып, дәлірек айтқанда аяққа алып, қарсыласты алдап өтуден қорықпайды. Бірақ ағылшындардың басты қаруы контратака. Қарсы шабуылда жылдан флангтар мен Хендерсон пастар арқасында Англияға теңгелер қарсылас жоқ. 2-3 пастан кейін доп қақпаға қарай қалай жетіп қалғанын байқамай қаласыздар. Ал айып алаңында шабуылды түйіндеп жіберетін форвардтар жеткілікті. Дегенмен қорғаныста мәселелер бар. Шабуылда ойын жақсы болғанымен Харри Магуайр бастаған қорғаныс
қорғаныс шебі адамның жүрегін ауыртып кететін болды. Оның орнына Фикая Тамариді шақыруға да болатын еді. Бірақ Италия А сериясында жарқырап жүрген супер жұлдызды Саутгейт не үшін шақырмайтыны бәріне түсінікті деп ойлаймын. Понятно ғой ол. Тек орталық қорғаушылардың позициялық қателіктерінен бөлек артқы жартылай қорғаныста да провалдар болып тұрады. Джордан Хендерсон немесе Деклан Райс клубта сенімді ойнағанымен ұлттық құрамасының жейдесін кигенде өзгере кетіп, командасын тығырыққа тіреп жатады. Саутгейттің бұл мәселені шешуге біліктілігі жетпеді. Жалпы ағылшындарды тоқтатудың бір жақсы жолы бар. Олардың жылдамдығын тежеу. Бельгиялықтар мұны қалай жасауды кезінде жақсы көрсетіп кетті. Жылдамдығына сене алмаған Англия допты әуелете береді, әуелетемін деп, әупірімдеп қалды. 2022 жылы новистерге сенетін құрама әлем чемпионатын жеңеді дегенге сенесіздер ме? Қайдам. Сондықтан Англия тек новистерге сенім артса ақымақтық болады. Саутгейт басқа амалдарды да іздеуге міндетті. Таба алмаса, Кейндер алып шығады деп үміттенеміз. Қалай болғанда да Англия қатардағы әлем чемпионатын ұтып алуға басты фавориттер қатарында. Англияның схемасы. Саутгейт шамасы 4-2-3-1 жүйесін негізге алады. Қақпада Ньюкаслда АПЛда 3-ші орынға көтеріп тастаған Ник Поп. Қапталдағы қорғанысты клубтағы ойыны нашарласа да Трент Александр-Арнольд шабады. Сол жақта Люк Шоу өнер көрсетеді. Ортадағы негізгі құрамында Джон Стоунс бен Эрик Дайер ойнайды. Әлде Саутгейт любимчігі Харри Магуайрды шығара беруден жалықпас па? Команданың ұстыны Деклан Райс пен Джуд Беллингем. Сол қапталда Рахим Стерлинг болса, оң жақта Фил Фоден болатын айттық. Фил ортаға ойысуы да мүмкін. Оңға қарай Букайо Сака кетеді. Мейсон Маунт та кезегін күтіп тұр. Шабуылда ортада сөзсіз Харри Кейн ойнайды. Айтылған футболшылардың барлығы дерлік жұлдыздар. Осындай құрам тағы да алтыннан алға тақпаса, футбол үшін әділетсіз болады емес пе? Қалай ойлайсыздар? Осымен Англия ұлттық құрамасы жайлы видеомыз тәмамдалды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.